Жаңағы видеоның жалғасы. Бізде және бір келіншек бар, тоже 3 баласымен басқа біреуге екінші әйел болып тұрмысқа шықты. Имамға тұрмысқа шықты. Онда екінші тұрмысқа шықты. Оның бірінші күйеуі қайтыс болып кеткендіктен күйеу жағы полный, ол келіншек 3 баласы болғаннан кейін күйеу жағы, алғашқы қайтыс болған күйеу жағы оған полный үй бүкіл жағдайын жасап берген, Сол келіншек имамға, өзінен бірталай жас үлкен имамға тұрмысқа шықты, екінші әйел болып, Және ол келіншектің ішіне үлкен претензиялар болды. Жаңада мені 3 баламмен алды, мені жөндеп бақпай жатыр, дайын үйге, дайын жап-жас қатынды алып алды. Ол келіншектің ішіне үлкен претензиялар болды. Күйеу, видимо, ол қалғандай оны баққан жоқ. Енді дайын үйге алғаннан кейін ол мені бағат деп ойлады. Бірақ ол кісі, имам кісі, ондай имам болған кейін оның ақшасы қатты көп болмағандықтан, жалпы ол әйелдің ішінде өте үлкен претензиялар пайда болды. Оны біз естіп те жүрдік, көріп те жүрдік, қанша лечение алып жатқанын да көрдік ол келіншектің. Сонымен оның жаңа ол күйеуінен сөйтіп жүріп, екінші күйеуінен 2-3 бала туып алды. Ол келіншектің де қазіргі қызы, бірінші күйеуінен қызы, үлкен қызы тоже жаман ауруға шалдықты, Ол келіншек жан-жақ претензия айтқанымен ол не істеді? Ол күйеуден кете алмайды, сабыр етті. Күйеу одан неше жас үлкен болған күйеу оны басты, сабыр етті. Және бізде жаңағыда ойбай күйеуге бағыну керек, күйеудің айтқанын істеу керек деп, Бізде осылай басып тастайды әйелді. Жалпы осылай ана келіншекті басып тастады. Ол келіншектің бірақ ішінде қандай претензиялар болғанын мен өзім көрдім. Қандай ашу, қандай нәрселермен айтқан бәрін мен өзім көрдім. Уақыт өтті, ана келіншек басылды, жаңа күйеуге көнді, амал жоқ, енді көнуге тура келді, себебі қайда барады, Бірақ үлкен қызынан тоже жаман ауру пайда болды. Қызын емдетіп, біріншісін алып тастады, қазір екіншісі шықты деп, екіншісін емдетіп жатыр, Осының барлық қыздар ананың состояниесі. Пока сен өзің состояниең дұрыс болмайынша, мына өмірге деген шүкіршілігің болмайынша, ішіндегі претензияның барлығын жұмыс істемейінше, сенің состояниең по-любому балаға өтеді. Ананың состояниесі қандай, баланың состояниесі тура сондай болады. Сол үшін өзіңіздің состояниеңізбен, өзіңіздің ішкі халдеріңізбен міндетті түрде жұмыс жасаңыздар.